Assalamualaikum Jaka, қалайсың? Мен сен келдік, қазір студияларды қарап жүрмін. Еще біреу бос деп еді, барсақ уже бос емес дейді. Ертең звондаңдар, точно айтамын деп еді. Сонымен келдік, бос емес дейді. Кім бар студиялардың тағы? Біз тағы бір студияға бара жатырмыз. Бір 2-3-4-те түсірейік деп тұрғанымызға тұрмыз. Көліктің дөңгелегін ауыстыруға келдік. Батарейка таптым үйден. Бір-екі батарейкасын салып көрейін қазір. Мен ашып қалдым. Бірақ мына жерде бір проблема бар. Мен дайындап қойған батарейкалар басқа. Мен мынандай батарейка келдім ғой. Жарамайтын болды ғой. Мынаны қақындағым кішкентай. Мақсат Оспановты күтіп отырмын. Қазір келеді. Оператор Қанатжан екеуі. Байке, ассаламағалейкум Байке. Қандайсыз, жақсы болсыз? Байке деп айтатын маған бір-ақ адам бар. Және мен де оны Байке деймін. Бұл Берікқан Төкенов. Бұлай актерлық жұрт дядя Берік деп таниды. Сол кісі Алматыдан Алматы фильм академиясы деген мектеп ашқан. Сол жерде жас актерларға бағыт-бағдар береміз дейді өнер жолында. Тұңғышбай Жаманқұлов атындағы мектеп. Сол жерге студенттер қабылдайды, жастарды қабылдайды, үлкен кісілерді қабылдайды. Сөйтіп киноның қыр-сырын үйретеді, актерлық өнерде соның жолында қалай еңбек ету керек, қабілетті қалай дамыту керек. Қысқаша айтқанда актерлық шеберлік туралы сабақ береді ғой. Бұл жаңа дәуірдегісі мен түскен моменттар, мен бар моменттар солар керек еді. Елдің бәрі маған түскен фильміндегі кадрларын сұрап жатыр. Өткенде Асылбек сұраған, бүгін Филипп Волошин сұраған кадрларын, қазір енді міне Берікқан Төкенов сұрап жатыр. Алейкум ассалам. Дайын уже міне. Қалайсың? Қанатжан қалайсың? Біз енді бүгін кино түсіріп жатқан жоқпыз, біз клип түсіруге келдік. Прикинь, таңертең флешкамен шығып баратырмын ғой, прикинь. Қарашы, иә. Black Magic. Киноны осымен түсіресіңдер ме сонда? Жоқ, бұл көбінесе сериал, музыкальный клипті түсіріледі. Бағасы қанша мына камераның? Он миллион жарым, 2 миллион. Комплектациясына байланысты да, бәке? Білмейтін адам құсап сұрай берейін, сіздерге түсінікті болу үшін ғой. Ең көп айтылатын мынандай ғой, неге бізде комедия көп болып кетті деген. Көңілді киноға көпсі барғысы келеді ғой. Комедия көп тауып отыр ғой, шыны керек. Комедия көйіп кетті, бүйтіп кетті, сөйтіп кетті, сапа түсіп кетті дейді. Одан сапа болады, наоборот, керісінше. Светсіз қоясыз ба? Клиптің негізгі солисті Ибрагим Ескендір. Психолсыз просто тұр. Көйлек, костюм сондай. Шәкең шақырып, Шәкеңнің бір проектісіне сүйіп еді. Рахмет, көп рахмет. Сағат сияқты қалдырамын да, мені. Айналып тұратын ба? Типа айналған сияқты, сағаттың фон сияқты. Кейбір видеоның ішіне кіріп кетсек те болады деген ой ғой, негізі. Менің оқырмандарым арасында кино түсірілім, клип түсірілім алаңында болмағандар үшін бұл күшті материал болайын деп тұр. Біраз нәрсені көріп, қарап біліп алуға болады. Телевидениеде көп нәрсені үйренесің. Үйренем деп үйренбейсің. Амал жоқ, жаңағы ситуациядан шығу керек. Соның әсерінде осындай свет қоюды да, осветитель келмей қалады, свет қоюды да өзіміз үйреніп деген сияқты. Режиссер бәрін істеу керек, иә? Оператордың орнына оператор болып та түсіріп көрдік, өтірік емес. Сенің орныңа түсірейін деп отырған Қанатжан. Жоқ, баяғыда деймін да, баяғыда. Кадрлар больница операция жасап жатыр, жүгіріп келе жатыр, үйіне келсе мамасы қайтыс болып кеткен. Образ кіру керек қой, иә? Сондай нелер ғой, кішкентай. Андай не емес та. Көңіл емес? Жоқ, вообще деймін. Мақсат қазір режиссерлік задача беріп жатыр актерға, әншіге. Макс, ақпанда түсірдік пе фильмді? Ақпанда түсірдік пе фильмді? Иә, былтыр ақпанның айында. Биыл ғой? Биыл ақпан ғой? Иә, негіз биыл. Биыл 24 жылдың ақпанында түсірген Сағат фильмінің саундтрекі. Біздің түсіріп жатқан клипіміз. Алла саламыз. Аямайды, қарамайды, уақыттың ағысы ешкімді есініп тыңдамайды, тоқтамайды, сақтамайды, сағаттың тілдері ешкімді қолдап шақтамайды. Мейлі жүгір, мейлі қал, мейлі жарша, мейлі тал, мейлі жарыс, мейлі қу, уақыт үшін бәрі бұл. Ұрлап жатыр жастығымның әр сәтін,
сыйлап жатыр бақыт толы қанша күн. Уақыт тәніңді жолмалап жейді, сағат тіліме сан тілім дейді. Жел болып қағып, аяз боп қарып сөйлейді. Уақыт жаныңды жолмалап жейді, алса алғанын қайтып бермейді. Сәуле боп шағып. Жоспар бойынша уақытылы. Рахмет командаға. Қанатжан қалайсың? Ровно. Макстың құрметіне ет. Рахмет. Қанатжанның құрметіне ет. Астаналықтар осындай енді. Астана таңғалдырда жақты. Өте тамаша. Қазірдің ақсақалдар батасыз осы вилкімен бастай береді. Главное ниет. Ниет қой, ниет түзу. Астана локациялары жақсы, күшті, әдемі. Қала дайын съемкаға. Ерекше архитектура ұнады. То, что Алматыда жоқ. Жаңа домдар, көшелер. Бұйырса, ұсыныстар болып жатса түсіреміз, міндетті түрде. Мен көп даже сериалдарға каналдар өздері ұсынады ғой, мысалға. Мынандай кино түсір деп, сериал түсір деп. Сол кезде мен Астанада түсірем деген кезде енді өздері бағыттарын береді ғой. Алматыда түсіруің керексің, Шымкентте түсіруің керексің деген сияқты, ауылда деген сияқты. Сондықтан бір кезегі келер. Бірақ келген сайын тамсанып кетемін. Әр ғимарат, кешкі освещениясы. Так, кеш батты. Мен күні бойы мынаны қарауға, батарейкасын іздеуге уақытым болмады. Қалай ашамыз қазір, Мынаның нан басу керек қояқпын. Өй, ашылып кетті ғой. Мәссаған. Түсінбедім. Так, мынаны ашып көрейік енді. Ол да ашылып кетті. Артымдағы машина аштым.